Assalamualaikum құрметті қадірлі қонақтар мен жарысқа қатысушылар. Бокстан Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген спорт шебері, Шымкент қаласы, Сарыағаш және Келес аудандарының құрметті азаматы Нұржан Смановтың жүлдесіне арналған 2009-2010 жылғы туылған кіші жасөспірімдер арасындағы 20-шы халықаралық турниріне қош келдіңіздер. Спорт шебері Нұржан Смановтың жүлдесі жыл сайын аталып өткізіліп келеді. Биыл 2023 жылы мамыр айының 16 мен 19 күн аралығында Нұржан Смановтың атындағы жүлдесінің өздеріңізге белгілі болғандай, кеше Өзбекстан Республикасы Ташкент қаласында бокстан әлем чемпионаты болып өтті. Чемпионат 48 килолы салмақты жерлесіміз Келес ауданының тумасы Ташкенбай Санжар бауырымыз жеңіске жетті. Құттықтап қойсаңыздар болады. Ал ендеше бүгінгі күні Нұржан Сманов ағамыздың керемет осындай арнайы жүлдесіне арналған жарысқа қатысушыларға төрешілік ететін турнирге қатысушы спортшыларымызды, яғни төрешілерді ортаға шақырамыз. Қошеметтеп қойсаңыздар болады. Төрешілер келіңіздер. Қошеметті аямаймыз. Жас спортшыларымыз келе жатыр. Өзбекстаннан келген жас спортшыларымыз Тәжікстан, Астана, Ақтау қаласынан келіп отыр. Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Сарыағаш ауданы, Шардара ауданы, Қазығұрт ауданы, Келес ауданының міне бүгінгі жарысқа қатысушы жас спортшылары. Бүгінгі турнирімізді ашып беру үшін және құттықтау үшін сөз кезегі Келес ауданының әкімі Акибаев Жәнібек Есенұлына беріледі. Қошеметтеп қойыңыздар. Құрметті аудан тұрғындары, құрметті ауданымыздың қонақтары және спортшылар қауым. Бүгін Келес ауданында Қазақстан Республикасының еңбегі сіңірген спорт шебері Нұржан Смановтың және осы біздің Шымкент қаласының Сарыағаш және Келес аудандарының құрметті азаматы Нұржан Смановтың турниріне қош келдіңіздер. Нұржан Дінікұлы осы біздің Келес ауданының Абай ауылының тумасы. Ол өз еңбегінің, өзінің жігерлігінің, еңбексерлігінің арқасында көп жетістіктерге қол жеткізді. Осы Совет одағының 4 дүркін жеңімпазы атанып, елімізге үлкен абырой алып келді. Үлкен алғыс айтамыз Нұреке сіздерге. Біздің қазақтың боксшыларының, жеңімпаз боксшыларының іздерін жалғастырып келе жатқан өскелең ұрпақтар бүгінгі күні баршылық, мына жастарда өсіп келе жатыр. Осыдан бір 2-3 күн бұрын ауданымыздың мақтанышы Санжар Ташкенбай әлем чемпионы атанды. Онымен де сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Құтты болсын. Осы бүгінгі спортқа, жарысқа қатысып отырған жастардың ішінен де ертең осы Санжар ағасындай әлем чемпионы, олимпиада чемпиондары шығады деп үміттенеміз. Соны күтеміз сіздерден. Барлығыңызға да сәттілік, жарыс сәтті болсын, командаларға жеңіс күтеміз бәріңізден. Рахмет сізге.
Қымбат Нұржан Сманов ағамызға оюлы шабан жауып жатырмыз. Қошеметтеп қойыңыздар, құрметті көрермендер. Құтты болсын, естекте суретке түсіп қойыңыздар. Бүгінгі жарысқа қатысушы төрешілерімізбен таныстырып өтейік. Арнайы бірінші халықаралық деңгейдегі бас төреші Орынбаев Данияр, Түркістан облысы. Келесі төрешіміз Сұлтанов Сайбудин, Таджикистан. Гүлханов Ерик, Өзбекистан. Жананов Талғат, Маңғыстау облысы. Және Бектаев Нұрболат, Шымкент қаласы. Оразбек ұлы Дулат, Түркістан қаласы. Құралбаев Бағлан, Шардара ауданы. Адамбек Алмасбек, Қазғұрт ауданы. Тоғызбаев Сапарғали, Мақтарал. Жұмахан Нұрлытан, Арыс қаласы. Тұрсынәлиев Әлбек. Және Сапаров Мұстафа, Сарыағаш ауданы. Сапарәлиев Нұрлан, Келес ауданы. Дүркінбаев Камал, Келес ауданы. Және Сәрсенбаев Ағабек, Келес ауданы. Бокстан Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген спорт шебері Шымкент қаласы және де Сарыағаш Келес аудандарының құрметті азаматы Нұржан Сманов ағамызға бокстан Өзбекстан Республикасының бірнеше дүркін жеңімпазы, әскерлер арасында әлем жеңімпазы, Европа және СССР-дің бірнеше дүркін жеңімпазы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері Болат Беласаров ағамыздан арнайы сыйлық. Нұржан аға, ортаға шығуыңызды сұранамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті Келес Абай ауылының тұрғындары, құрметті боксшылар қауым, құрметті спорт жанкүйерлері. Міне 97 жылы осы жарыс басталған. Ол кезде өзіміз жас боксшымыз, спортпен шұғылданып жүрген кезіміз. Ол кезде білесіздер, мына сарайымызда осы бірінші күннен бастап жарыс өтті. Осы жарыстың арқасында көптеген бүкіл ауыл бокспен шұғылдана бастады. Тасты лақтырсаң боксердің басына тиеді. Соның арқасында қаншадан көптеген біздің Жандос Жұмабеков көшінде көптеген балдарымыз халықаралық жарыстарға шығып чемпион болды. Міне кеше өздеріңіз білетіндей, әлемдік жарыс Өзбекстанда өтті. Абыроймен, абыроймен Өзбек ағаға рахмет. Өте жақсы өткізді. Соның ішінде біздің қазағымыз, қазақ елінің бесеуі финалға шығып, 4 алтын. 2013 жылы білесіздер, Алматыда өткен кезде осы жетістігіміз бірінші тарихта болған. Біз бастаған кезінде өздеріңіз білесіздер, бір қазақтың баласы әлем чемпионы болған, олимпиада ойындарының чемпионы болған. Серік Қонақбаев ағамыз, біз сол кісіге қарап өскенбіз. Осы жарыстың маңызы өте зор. Осы жарыстан чемпиондар осы жарыстан шығады. Кешегі біздің Санжар Ташкентбаев ағамыз осы ауылдың тумасы екен.
қазір астында тұрып жатыр. Міне киелі қасиетті Кеңес өңірінің жері су дейміз ғой. Көптеген Құда қаласа осы әлем чемпионы шықты. Құда қаласа енді ары осы жалғасын тауып берсін. Әлем чемпиондары, олимпиада ойындары чемпион бола берсін. Осы келген спортшыларға үлкен рахмет. Сіздерге Алла жар болсын, сәттілік тілеймін. Ең мықтыларын жеңіске жетіңдер. Осында міне төрешілерге, әділ қазылар, сіздерге тілейтінім әділ болыңыздар. Арашанда әділ жеңіс беріңіздер. Сол кезде міндетті түрде біздің спортымыз, боксымыз жеңістерінен көрінеді. Көп нәрсе сіздерге байланысты. Сол сіздерге сәттілік тілеймін. Бәріңізге. Мына Болат Белосаров деген жігіт екеуміз құрдаспыз. Ол Совет одағы кезінде 87 жыл бірінші рет мен Совет одағының чемпионы болған кезде, мен ол кезде 15 жасамыз екеуміз. Болат ол кезде кішкене салмақ 50 кг, 48-де чемпион болған, мен 57-де болған. Міне қанша жыл өтті? 30 жылдан асып кетті ма? Өзгермепті деп қояйын да. Рахмет, көңіліңе рахмет, шапан дейді. Ең бастысы, біздің қазақтың спорты, біз кезімізде армандайтын едік. Бір қазақтың баласы әлем чемпионы болсын, олимпиада ойындарының чемпионы болсын. Міне Аллаға шүкір, біздің қазағымыз қанында бар нәрсе, қазір Құдайға шүкір, 7 олимпиада ойындарының чемпионы бар. 3 рет Кубок Валда Баркер жеңгенбіз, ең үздік боксшы боламыз. Қанша деген көптеген әлем чемпионы болып жатыр. Міне кеше армада жүрмін, өзіміздің ауылдан кешегіні Сазар Ташкентке шығып. Сосын осы жеңісіміз құтты болсын, жеңіс арқылы жалғаса берсін. Қазақ ел баршылығында жеңістерінен көрсін. Қазағым жазасы бұл мерекеміз құтты болып, осы жарыс жоғары деңгейде өтіп, Құда қаласа бәріне сәт тілеймін, ең мықтыларға жеңіс тілеймін. Мына жаттықтырушыларға өте оңай жұмыс емес көп сәтті. Бұрынғы кездері тренер жаттықтырушы шетте қалады еді. Тек және марапат болса шәкірті призовойды алады, грамота салып, біздің жаттықтырушыларымыз шетте қалсын. Қазір Құдайға шүкір жаттықтырушыларымыз да марапат алып жатыр. Призовойда басқа, сол сіздерге шаршамаңыздар. Жақсы балдарға тәрбие беріп, үлкен чемпиондар шығарыңыз, шаршамаңыздар. Жеңіс күндері жолғай, жарысымыз құтты болсын. Рахмет. Ендеше жарысқа қатысушы спортшылар мен төрешілерге сәттілік тілей отырып, жарысымызды бастаймыз. Ары қарай кетіп қалма. Ары қарай кетіп қалма. Оң қолда ұршы, оң қолда.
киіп жатыр. Мұңғылданыр давай. Мұңғылдан ұрайыншы. Алды бұл сөз. Алды бұл сөз. Söz al. Düşüyorsun. Давай. Sekiz aldı. Bırak. Kaçma atsana. Kaçma. Düzün bas. Bırak. Var. Dinlesin. Mongoldanlar alga qaray. Alga qaray istin. Alga qaray. Mongolda şiv. Mongolda şiv deyim alga qaray. Stop. Секундтар шығысы. Соңғы раунд. Бірінші баста. Алды болсын, дайындап алды. Жүгіртпе оны. Басқа, бірінші. Ары қарай, тоқтап қалма, ұр дейін. Жекпе-жек аяқталды. Шараларға шығудай тұрсын 33 кг салмақ дәрежесінде 3-ші жол. Бүгін шешіммен Қызыл Құршыдағы Төлтай Құрбанбек жеңіске жетті. Шымкент қаласы. Қызыл Құршыдағы Сейдолла Нұрдәулет келес спорт клубы. Шараларға көк Құршыдағы Сатолды Рамазан Қазқұрт ауданы. Бірінші раунд.
Жекпе-жек аяқталды. Сараланға шығудай тұрсын 4-ші жол. Бұл жекпе-жекте аяқталмасын көптей көп күріштірлан Сатыбалдиев Рамазан жеңіске жетті. Азбұрдалға. Шашаланға 33 кг салмақ дәрежесінде 4-ші жыл шақырылды. Қызыл күрішті Ибрагим Ильяс Сарығашылдана, көк күрішті Мамажан Абжалахиев келес ауданы. Бұл жекпе-жекте қызыл күрішті спортшының келуіне байланысты жеңіс көк күріштігі Мамажан Абжалахиевке беріледі келес ауданы. Шашаланға 33 кг салмақ дәрежесінде 5-ші жыл шақырылды. Қызыл күрішті Ақтөбе Жамбыл Маңғыстау облысы, көк күрішті Құралым Қарасау келес ауданы.
Töреште құрылмаласада, шашаландағы төреші Оразбек Лотула, Түркістан қаласы. Қападағы төреште бірінші стол Сапаралиев Нұрлан, екінші стол Сапар Мұстафа, үшінші стол Сәрсенбаев Ағабек.
бұл жекпе-жекте төрешілердің бір шешімімен құрылғашыға Сағат Ислам жеңісті Шымкент қаласы. Шақырылымға 33 кг салмақ дәрежесінде 7-ші жұп шақырылады. Қазалы бұрышта Ардиған Аңсар нөмір 5-ші Түркістан облыстық спорт мектебі, көк бұрышта Құдайберген Ерасыл, Төле би ауданы.
Бұл жекпе-жекте төрешілердің бір шешімімен көк бұрыштағы Төлеби Ерасыл жеңіске жетті. Төлеби ауданы. Сол бұрышта Ақпар Чалты Жекістан Республикасы, көк бұрышта Шардан Мұрател, Арыс қаласы. Құрметті команда жетекшілері, спортшыларымызды толық спорт жабдықтарымен қамтамасыз етіп шығаруларыңызды сұраймыз. Қызыл бұрыштағы боксшы қызыл формада, көк бұрыштағы көк түсті жабдықтар шығуын сұраймыз.
쉬워.
алды бергені елді жеңісі Маңғыстау облысы. Шашаланда 10-шы жұп шақырмалары Қазылбарышта Ермұхамед Ермұхамед Нөмір облыстық спорт мектебі Көпбұрышта Қарайған Асылхан Шымкент қаласы. Бұл жекпе-жекте төрешілердің бас
соңғы ауыспен көп бұрыштарға Райман Асылхан жеңіске жетті. Шымкент қаласы. Шаршаланда 35 кг салмақ дәрежесінде 11-ші жоп шақырылды. Қазір бұрышта тоқталған
Бұл жекпе-жектен төрешілердің бір шешімімен көп бұрыштарда Шымашев Жасұлан жеңісі жетті. Түркістан қаласы.